Толғақсыз босануға бола ма? Болмайды, я. Барлық әйелдер толғақпен босанады. Толғақсыз босану мүмкін емес. Бірақ бір әйел толғақсыз босанған екен. Сол жазып жатыр. Алланың құдіреті шексіз, қазір оқып беріп. 2019 жылы ұл бала босандым дейді. Бірінші баламен арасы 18 жыл болды дейді. Күніне үзбей зікір етіп жүретін едім. Ай күнім жақындағанда Ағраф сүресінің 54-ші аятын 500 рет оқыдым дейді. Және осыны оқыған 500 рет оқыдым, қолымда тасбих зікір етіп отырдым. Зікір Аллаға мақтау. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар. Субханаллахи ва бихамдихи, субханалла ил-азим. Сенесіз бе, роддомға барғанда 2 пальцы ашық деген. Әлі босанбайсың деген. Сағат 3-те түстім, кешкі 10-да ұл босандым. Альхамдулилля. Бірақ вообще толғақ болмады дейді. Әше болмады толғақ дейді. Еш жерім ауырмады дейді. 7,5 пальцы ашық. Тез арада родзалға апардыңдар деді. Еш қиналмай ұл босандым.